Сәлем әлем, адамдардың барлығы адал жолмен және еңбекқорлықпен байып кетпейді. Кейде бірдеңені ұрлап байып кету жолы оңай болып тұрады. Алайда ұрылардың барлығында жолы бола бермейді. Тіпті кейбір ұрыларға қарағанда күлкі келіп қалады. Сіздің назарларыңызға камераға түсіп қалған ақымақ ұрылар. Саяхат YouTube арнасы, ал кеттік. Бос дүкенмен нәзік сатушы тұрғанда бұл ұры үлкен үміт артып келе жатқан еді. Бірақ ол қаруны шығарып жатқанда қаруды қолынан түсіріп алып, сатушы қыздың қолында болып қалатынын күтпеген екен. Екі ақымақ тоңаушы үйге кіру сәтін жылдамдату мақсатында кірпіш тастарды терезеге лақтырған болатын. Алайда серіктестің біреуі кішкене ғана мүлт жіберіп алып, өзінің әріптесінің дәл басына тигізген. Ал осы ұры болсашы өзі не ұрлағысы келгенін түсінбегені көрінеді. Бірінші бір затқа жабысты, содан кейін екінші затқа. Ақырында таңдауын ноутбукта қалдырып, оны алып қаша жөнелді. Алайда жағдайдың барлығы да оңаймен бола қалмағаны керек. Ноутбук тоққа қосылып тұрған екен. Ондайды күтпеген жігіт құлап, одан кейін ол жөнін тауып алғанша оны сатушы ұстап алып жерге жатқызған. Кейбір стрессалық жағдайда адамдар қарапайым заттарды ұмытады. Мысалы, терезенің мөлдір шыны туралы. Жігіт ұрлық үшін ұсталып қаламын деп уайымдағаны соншалықты, ол есік әйнегіне үлкен жылдамдықта түйісіп, естен танып қалыпты. Иә, мүмкін сатушыларда пистолет қарулары жоқ шығар. Алайда орындық, пышақты жеңе алатынын шотландиялық сатушы дәлелдегені болса керек. Қылмыскерлердің өнер тапқыштығы шексіз екен. Осы жігіт автобусқа кіріп, отырған әйелдің қолынан сөмкені қалжың ретінде жұлып алғандай болады да, ақырында шынымен де жұлып алғысы келеді. Алайда жүргізуші есікті жай ғана жауып тастап, бейшараның қолын қысып тастаған. Содан соң оны тура полиция бөлімшесіне жеткізген. Ал осындай қызық жағдай Ресейде орын алған. Ал қас жігіттер кішкене дүкеннен сыра жәшігін ұрлап жатқанда солардың бірі тегіс жерде сүрініп құлап бірнеше шөлмекті жарып алған. Көшеде өтіп бара жатқан адамдар ұрыларды ұстап алғылары келді. Алайда ұрылар кішкене болса да ұрланған табысты сақтап алып қашып кеткен. Біраздан кейін олар қылмыс орнына тағы да бір топтама үшін қайтып оралыпты. Жаңағы ұрылардың бірі тап сол жерде тағы да сүрініп құлады да ендігі әрі жәшіктегі шөлмектің барлығында жарып алыпты. Осы ұры ештеңеге де мән бермей, жай ғана бір орында тұрып, балғамен терезені тесу мақсатында оны қағып тұрыпты. 5 минут бойы ол терезені балғамен қаққан. Тіпті кассадағы жұмыскерлер ақша алып кетіп, полиция шақырып қойғанына да мән бермеген. Лондондағы банк. Тоңаушы банкқа кіріп, кассада отырған жұмыскерлерді қарумен қорқытып ақша беруді талап етті. Алайда ондай қауіпті жағдайды алдын ала қарастырып қойған банкте арнайы батырма болған. Касса жұмысшысы сол батырманы басты да касса арнайы қалқамен жабылып қалған. Ондайды күтпеген тоңаушы паникаға беріліп қаша жөнелді. Алайда есік жабылып қалды деп ойлаған. Бар күшімен есікке түйісіп, есікті ашуға тырысты. Асығып және қорыққандықтан тіпті есіктегі өзіңе қарай деген жазуды көрмепті. Біраздан соң банкке ештеңені де білмей жатқан әже асықпай кіреді. Сонда тоңаушы өз ақымақтығын түсініп, банктен зыт ете қашты. Не болса да оны ақырында полиция ұстап түрмеге қамаған. Және түрмедегі жұмыскерлерге осы аса қауіпті қылмыскер қашып кететіне уайымдамауға да болады. Ал осы ұрлықтың сәті болған. Алайда барынша ақымақсыз болып көрінеді. Әйел дүкен ішінде анда-мында уайымдап жүреді де, сөмкесін ақтарып жатып, кеңсе пышағын сөмкесіне салып алады.
Әзірге осы достар. Менде сіздерге бір сұраныс және өтінішім бар. Осы видеоның астына лайк басып, бір коммент жасаңызшы. Мен мәз боламын да тағы да осындай қызықты видеоларды жасай беремін. Келесі видеоларда көріскенше қош болыңыздар.